саламатсыздар ма? Қалай естіліп тұр? Анық естіліп тұр. Так, біз де барлығын жақсы анық естіп тұрмыз, барлығы көрініп тұр. Бастауға рұқсат па? Бастаймыз ба? Бастаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз Петропавл қаласынан Балауса бөбекжай бақшасында жұмымыз. Енді осындай онлайн вебинарға сіздермен шығып тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Енді өзімізді таныстырып кетсек, мен Балауса бөбекжай бақшасының меңгерушісі Жантасов Ерболат Серікұлы боламын. Сәлеметсіздер ме? Мен Даниярова Айнур Шахметовна, Балауса бөбекжай бақшасының әдіскерімін. Сәлеметсіздер ме? Мен Ташкенова Алтын Амирхановна, мен орыс тілі мұғалімін. Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Тименова Алия Курбановна, мен ағылшын тілі мұғалімін. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жадау Валихановна, мен тәрбиешімін. 2020 жыл ұлы қазақ ақыны, ойшыл, қоғам қайраткері, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, ойшылдың туғанына 175 жыл толуына орай Абай Құнанбаевты еске алу жылы 2019 жылдың 30 мамырында мемлекет басшысы Абайдың туғанына 175 жылдығын мерекелеу туралы жарлыққа қол қойды. 2020 жылғы 9 қаңтарда Ақорданың және Егемен Қазақстан газетінің сайтарында Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан мақаласы жарияланды. Онда ол 2020 жылы 500-ден астам іс-шаралар өткізілетіні туралы атап өтті. Енді осыған байланысты сіздердің пікірлеріңіз болса, өздеріңізді және таныстырып кетсеңіздер. Құрметті Петропавловск қаласының Балауса бөбекжай ұжымына 90 жылдық тарихы бар қазақтың қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінен мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасының ұжымымен және студенттерінің атынан сіздерге жалынды ыстық Алматыдан сәлемімізді жолдаймыз. Біз өте қуаныштымыз. Біздерді қара шаңырақ деп сайттан іздеп, тауып, бізбенен вебинар, семинарға шыққандарыңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Қазір сіздердің алдарыңызда отырған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика психология институты мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының бірінші курс студенттері менен кафедраның профессор оқытушы ұжымы отыр. Ең бірінші таныстыруды мен осы Қияқбаева апаларымен екеуміз бірге оқы, баламен бірге оқы деп Абай мұраларын мектепте, балабақшада қалай бастап, қалай оқытамыз. Өздеріңіз білесіздер, оның шығармалар өте күрделі. Кішкене әлі оң солын танымаған бала түгіл үлкен адам түсінуі өте қиын. Енді соны қалай істегенде, қайткенде біз кішкене болса да балаға үйрете аламыз. Біз өте қуаныштымыз. Біздерді қара шаңырақ деп сайттан іздеп, тауып, бізбенен вебинар, семинарға шыққандарыңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Қазір сіздердің алдарыңызда отырған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика психология институты мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының бірінші курс студенттері менен кафедраның профессор оқытушы ұжымы отыр. Ең бірінші таныстыруды мен осы Абай танушы 1999 жылдан бастап айналысып жүрген біздің ғалым, ұстаз, Абай танушы Исламия Рамазановнаға беремін. Сәлеметсіздер ме? Өте қуаттымын. Енді 90 қолданғаным анау 87 жылдан бастап деп айтсам болады. Ол кезде бірақ мен диссертация жазам деп ойлағам жоқ. Кейін диссертация жазып Абай Құнанбаевтың мұраларын мектепте оқу орындарына ендіру бойынша диссертация қорғадым, докторлық. Содан бастап қазір мінекей мынандай нәрсе бар. Мысалы
абайды оқу жалықпа. Жалықпай оқу керек дейміз дағы бұл жерде бірінші тақырыпта ата-аналар бірге оқымаса, тәрбиешілер бірге оқымаса, бала әрине оны оқи алмайды. Бірге оқып, бірге түсіну керек. Содан кейін оны көп жарты сағат отырмайды ол бала деген. 10 минут көп болса болды, одан артық болмайды. Сондай әдістемелік ұсыныстар бар. Одан кейін бірге оқып, бірге жатта дейді. Абайды бірге оқып, бірге жаттамаса, бала өзі оқып, өзі жаттап, оның санасына жетуі өте қиын. Сондықтан мынандай нәрсе бар да, кішкене күнінде жаттап, ауызекі жаттайды, бірақ онша түсінбейді да не екенін. Кейін түсінеді ол. Бірақ та сол тұра берсін аузында, миында тұра берсін. Ол бір күні болмаса бір күні. Өздеріңіз бала кезіңізде ата-аналарыңыз, бала кезімізде ата-анамыз бүйтіп айтушы еді деген сөздер естеріңізге түседі ғой. Сондай бала психикасының сондай бір ерекшеліктерін ескере келе, осындай оқу баламен бірге оқы деп, бұны ата-анаға, сосын тәрбиешілерге ұсынысымыз. Каспий деп аталатын институт бірінші рет Абай атындағы институт деп аталған болатын. Мінекей 1935 жылдан бастап біздің университет халқымыздың кемеңгер ойшылы Абай Құнанбаевтың есімімен аталады. Біздің университетте Абай орталығы бар, Абай танушы ғалымдар, Ислам Рамазанова сияқты Абай тану деген арнайы пән жүреді. Сол Абай тануға атсалысып жатырмыз. Ал осыменен бүгінгі керемет сіздермен қауышқан вебинар семинарды ұйымдастырғандарыңызға рахмет айтып отырып, келесі бұдан да үлкен енді тек қана вебинарда емес, симпозиумдарда кездесейік, құрметті әріптестер. Жақсы, керемет.